Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде ұбт-да өте көп келетін есептердің бірі осындай графика арқылы табу. Яғни осы суретке жазсақ, төмендегі қай теңсіздіктің шешімдер жиынына сәйкес келетін табыңыздар. Енді қарайтын болсақ, мына біздің сызықтарымыз үздік сызықтармен беріліп тұр. Значит, ол бізде осындай таңбалардың біреуі болу керек. Яғни мына екеуі мүлдем жауапқа сәйкес келмейді деген сөз. Енді қараймыз, бірден қарайтын болсақ, мына координатаның бас нүктесі арқылы өтіп тұрғандықтан, бұның графигі y тең x-қа. Енді осы араға біз теңсіздікті қоюымыз қажет. Бізде оған сәйкес келіп тұрған осы с ғана. Егер бізде осындай емес, басқандай жағдай болып қалатын болса, онда біз не істейміз? Ол үшін біз тест point аламыз. Яғни біз тексеру үшін міндетті түрде тексеретін бір нүкте аламыз. Ол үшін мына не болмаса сызықтың бойындағы, не болмаса сызықтың төменгі жағында, жоғары жағында кез келген бір нүктені ала салсақ болады. Біз мысалға мына нүктені ала салайық. Кез келген. Оның координатасы мысалға 2-де -2. X бірінші тұрған сан всегда x, екінші тұрған сан всегда y. -2 және де 2 салыстырсақ, кім үлкен? 2 үлкен. Значит, біздің графигіміз y кіші x-тан болуымыз қажет. Міне, дәл осы сияқты шығара саламыз. С жауабы. Сәлем оқушылар, біз бүгін 34-ші есепті шығарайық. Осындай сызықтармен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданының мәні жатқан аралықта көрсетуіміз қажет. Ол үшін біз оны интегралдар әдісімен шешеміз. Бірінші төменгі шек ол 0, астың кіші санды, одан кейін үстіне үлкендеу санды жазамыз. Ол яғни жоғарғы шек. Және де біз x квадрат плюс 1 және де 0. Оның графигін салып алып, жоғарғы және төменгі сызықтарды анықтасақ болады. Не болмаса бізде мына y-тен 0 болғандықтан бірден x квадрат плюс 1 x деп жаза салсақ болады. Енді осы интегралды анықтайтын болсақ, дәрежеге бір сан қосылады және дәрежедегі сан астына жазылады. Егер жалғыз сан болса, оған x-ті қосып қоямыз. 0 мен 1. Енді міндетті түрде x-тің орнына жоғарғы шекті, одан кейін төменгі шекті қойып есептеуіміз қажет. Ол үшін 3-тен 1-дің кубы плюс 1 азайту 3-тен 0-дің кубы қосылған 0. Мына екінші ақша бізде толығымен 0-ға айналып кетеді. Сонда 3-тен 1-ді қосамыз 1-ге. Сонда ортақ бөлімі 3. Мынаны 3-ге көбейтеміз. Бір жерде 3 оғымына 1-ді қосатын болсақ, болады 4. 4-ті 3-ге бөлетін болсақ, ол бізде примерно 1,3 деп ары қарай периодта 3 жалғасып кете береді. Енді бізге аралықты көрсету керек. Мына аралықта бірінші ада жатыр, екінші аралықта жатыр. Мұнда жатқан жоқ, өйткені мына бізде аралыққа кірмейді деген сөз, және де h. Сонда мына 3 жауабы. Сонымен плюс 2 балл бар сізде. Сәттілік. Сәлем оқушылар, біз бүгін геометрия есебін шығарайық. 35-ші есеп. Тік призманың табаны берілген, оның катеті 3 және де оған іргелес бұрышы бізде 60 градусқа тең болатын, диагоналі болатын тікбұрышты үшбұрыш гипотенузаны қамтитын, бері қабырғасының диагоналі 10-ға тең, призманың көлемін табу керек. Жалпы бізде призма деген бізде осындай фигура. Және де мына жер бізде 90 градус болсын. Өйткені есептің шартында бізде айтып тұр, тік бұрышты үшбұрыш деп, мына бұрышы 60 болатын болса, оның табанының катеті 3, мына жердегі бұрышы 30 градусқа катет, гипотенузаның жарысына тең. Сондықтан да мына 6-ға тең болады, және де мына жердегі қабырғаны тауып алайық. Ол дегеніміз, мынаны x деп белгілейтін болсақ, теорема Пифагора 6-ның квадраты азайтылған 3-тің квадраты. Сонда 36-дан азайтамыз 9-ды, болады 27. 27 дегеніміз, ол бізде 9 бен 3-тің көбейтіндісі, түбірасында 9-дан 3 шығады, сондықтан да 3 түбірасында 3 шығады. Енді бізге призманың көлемін табыңдар деп тұр, яғни гипотенузаға байланысты диагоналі, мына жер 10 болып тұр. Және де гипотенуза 6-ға тең болған, мына жерде қайтадан тікбұрышты үшбұрыш шығады, сонда мына жердегі биіктікті табу үшін біз гипотенузаның квадратынан табан қабырғасының квадратына азайтып тастаймыз. Сонда 100-ден азайтамыз 36-ны, болады 64. 64 дегеніміз 8-дің квадраты. Сонда мына жердегі биіктігіміз 8-ге тең. Призманың көлемін табу керек. Призманың көлемін табу үшін табанның ауданын көбейтеміз биіктігіне. Табаны тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан мына екі қабырғасын көбейтіп 2-ге бөлсек болады. Сонда табанның ауданы бізде 3-ті көбейтеміз, 3 түбірасында 3-ге, бөлеміз 2-ге. Сонда 9 түбірасында 3 бөлінген 2. Енді көлемді табу үшін осы 9 түбірасында 3 бөлінген 2-ге көбейтеміз 8-ді, себебі биіктігіміз 8-ге тең болды. Мен қара, сонда 36 түбірасында 3 болады. Енді 36 түбірасында 3 дегеніміз осы мына с жауабы. Одан кейін мына 108 дегеніміз, ол 36 мен 3-тің көбейтіндісі. 36-дан бізде 6 шығады. Яғни бұл 6 түбірасында 3 дегенді біледі. Мына 6 мен көбейтіліп, бұл 36 түбірасында 3 болып кетеді. Сонда бізде с және е деген жауаптар.